Қазақ емшілері тау ешкінің қанын ем ретінде істеткенін білесіз бе? Білмесеңіз төмендегі рецептке құлақ түріңіз. Тау ешкінің қаны төмендегідей ауруларға ем болады. Оның адамға істетілуінің де өзіндік мөлшері бар. Біріншіден, жығылып жарақаттануға, сүйек сынып ауырғанда, кептірілген тау ешкі қанын талқандап, күніне 2 рет, бір ретте 1,2 грамды дәрілік сары араққашылап дәрі ретінде ішеді. Екіншіде, қан түкіруге, үлкен дәреттен қан келуге, мұрыннан қан ағуға, кептірілген тау ешкі қанын ұнтақтап, бір ретте 0,5-1 грамнан күніне 2 рет дәрілік сары арақпен ішеді. Істетілу мөлшері 1 грамм шамасында ғана болуы керек. Сіздердің тыңдағандарыңыз Мақсат медициналық орталығының басшысы, көрнекті дәрігер Мақсат Әбдіқадырұлының мұрағат қорынан алынған қазақ медицинасына тән пайдалы кеңестер. Біздің каналға тіркелсеңіздер, қазақ медицинасына тән болған көптеген құнды мәліметтер алатын боласыздар. Ел аман, жұрт тыныш болсын, аяулы ағайын.